Бүгін сіздерге легкий дневной макияж жасауды көрсетемін. Бетімізге бірінші сыворотка жағаламыз. Кез келген сыворотканы жақсаңыз болды. Менде Farmstay'дің ночной сывороткасы. Жақсылап жағып аламыз, өйткені сыворотка жаққан соң бетімізге тональный крем жақсы жағылады, бір еркі жағылады. Сол үшін қасымызды жақсылап карандаш для бровеймен тарап аламыз. Енді тоналка жаға бастаймыз. Мен 2 тоналканы араластырамын, өйткені бетіме бір қалыпта бір елкі тон табу қиын. Сол үшін 2 тональный кремді араластырып жағамын. Беті білен блендерді алып, бір елкі похлопывающими движениями жағамыз. Қатты баттастырып жағпаймыз, өйткені дұрыс жағылмай қалады. Сол себепті ақырын бетімізге ұру арқылы жағылады. Сонда бір елкі жақсы жағылады. Бетімізге гигиенический помада жағаламыз. Енді бетіміз кішкене бір 5 минуттай жаққан соң бетім тағда екінші қайтара тағдап тоналка жағамыз. Өйткені жаңа кепкен соң жаңағы ішіне кіріп қалады. Кейін жаңағы окислять етіп кетпеу үшін бір жаңа күнге жарау үшін үстінен тағда жағамыз. Тағда сол движение қайталаймыз. Ақырын жағамыз. Мысалы тез болған соң дұрыс білінбейді. Негізінде асықпай жаңағы похлопывающими движениями етіледі. Солай жағу керек. Қасымызды астынан жаға бастаймыз. Астынан үстіне қарай жағамыз. Карандашпен осылай видеода көрсетілгендей жақсаңыздар жақсы жағылады. Тоже баттастырмаймыз, қатты батырмаймыз карандашты. Легкими движениями астын консилермен тегістейміз. Және консилермен осылай жаққан соң қасыңыз четко, яғни анық көрінетін болады. Ал жаңа қасымыздың жоғарғы жағын, қастың ең бас жағын сызық талшық етіп бояймыз. Енді гель для бровей деген болады. Соны алып үстінен осылай тараймыз, жағамыз. Ол күні бойы сіздің қасыңызды осылай бір қалыпты төмен салбырап қалады ғой, көбінесе қасымыз. Соны сол төмен салбыратпай тік жоғары қаратып тұрады және қасыңызды более объемный жасайды, әдемі көрінеді. Енді көздің макияжын жасаймыз. Көзге осы мен жаңа 2 түсті араластырып жағамын. Бежевый түс деп аталады. Любой бежевый түсті осылай жақсаңыз болады. Дневной макияжы көбінесе ашық қоңыр түс дейді ғой қазақша. Орысша бежевый түсті қолданады. Бұл жерде де мында бочонок деген кисточканы алып, осы кисточкамен тоже похлопывающими движениями, легкими движениями жағамыз. Көзіміздің түбінен бастап қара жаңағы тенді алып, ең түбі, кірпіктің түбінен бастап жағып өзіңізге ұнаған стрелканы жасайсыз. Ең түбінен дегенім қастың кірпіктің арасы ашылып қалады. Сонда сізге жаңағы дұрыс макияжыңыз жасалмағаны білініп тұрады. Түбінен жақсаңыз, кірпігіңіздің арасынан жаңағы ағарған жерлер көрінбейді. Енді тура солай жаңағы кірпіктің арасын карандашпен бояймыз. Екінші көзіміздің макияжын жасаймыз. Мен күндізгі макияжға көбінесе тень жағып бастаймын. Кешкі макияжға да тень жағып бастаймын да, үстінен четкий болу үшін лайнер жағамын, қара түсті. Тень деп отырғаным жаңағы қара түсті тень деп отырмын. Бірден лайнер жаққаншақ, осылай теңмен жаққан легкий және көзіңізді более объемный, әдемі көрсетеді. Енді тағда түзулеп, жаңағы қоңыр бежевый түсті алып, тағда үстінен дұрыстап бояп қоямын. Теңді алғанда да осылай легкий қылып алу керек, үстінен баттастырып алуға болмайды.
енді жаңағы қою қоңыр түсті алып, жаңағы қара теннің үстінен тағы да бояп қоямын. Ол біздің жаңағы қатты білінбес үшін және қоңыр түс біркелкі жаңағы бежевый түспен біркелкі тон болып кету үшін жағылады. Кірпігімізді бояймыз, немесе үстіне кірпік жалғасаңыз да болады. Көбінесе кірпікті мен вечерный макияжға жалғаймын. Яғни үстінен жаңағы клей алып, бүйтіп үстіне кірпігіңіздің үстінен қойсаңыз болады. Мына жерде мен көзімнің астына түсіріп алдым. Енді қазір әдемілеп сүртіп аламыз. Мицеллярный сумен батан алып, жақсылап сүртіп аламыз. Үстіне жаңағы қалған біздің теніміз, тоналкамыз бар, содан үстінен баттастырып қоямыз, білінбес үшін. Енді мына жерде қоңыр түсін көбірек пайдаланамыз тоналканың. Соны жаңа скула жасаймыз, коррекция жасаймыз, яғни скуламызға, жағымызға, маңдайдың шетіне жағып шығамыз. Коррекция жасап болады. Және үстінен тағы да палетка бар. Бронзер дейді, палетка для коррекции деп аталады. Соны үстінен қайталап жағып шығамыз. Қарап отырсаңыздар, төменнен жоғары қарай жағамыз кисточкадан. Сол кезде сіздің скулаңызды более объемный етіп көрсетеді. Солай дұрыс болады. Көзімізді енді әдемі көрсету үшін угологына хайлайтер жағып қоямыз. Енді скуламызға жаңа екі хайлайтерді араластырып жағамыз. Біреуі жаңағы светлый, ашық, біреуі розовый түсті. Мұрынның үстіне жағамыз, мұрынның ұшына жағамыз, маңдайымызға чуть-чуть, соңғы жаңағы иегімізге жағамыз хайлайтерді. Ернімізді бояймыз. Енді бізге күндіз макияж болғандықтан осы жаңағы ернімізге түстес, ернімізді чуть-чуть қана қызартып тұратындай етіп бояймыз. Артық шыққан жерін осылай кетіріп аласыздар. Қолыңызбен осылай жөндеп жүрсіз. Мен карандаш алдым, помада жақпаймын. Осы карандашпен ақ болғаны. Ұнап жатса, ұнады деп жазыңыздар. Осындай вечерный макияж жасау көрсету керек болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Вечерный макияж видео түсір деп. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Результат осылай шықты.